Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен осындай кереметті таңғы рецептімен бөлісейін деп жатырмын. Ол үшін бізге осындай дүкеннен әдемі тілінген нандар қажет. Міне достар, ол үшін біз осылай ыдысымызға кішкентай сұйық майымызды құйып аламыз. Осы бізге жеткілікті. Енді осының бетіне қазір укропты ұсақтап турап салып аламыз. Міне осындай кішкентай бір бөлік жеткілікті бізге. Енді осыны ұсақтап турап аламыз. Ұсақ бол осылай турап алғаннан кейін қазір сұйық майымызға салып араластыратын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыз, өте керемет, тез әрі жылдам дайындалатын таңғы астардың бірі. Турап алдық. Енді осы сұйық майымызға салып аламыз. Өте керемет таңғы асқа тек қана жұмыртқамен таңғы асты дайындамай, осындай кереметтей дүкеннің нанымен де таңғы асты дайындауға болады. Міне осылай салып алдық, енді қазір араластырамыз. Осылай сұйық майымызға укропты салғаннан кейін осылай араластырып аламыз. Қазір бетіне жағатын боламыз нандарымыздың. Енді нанымызды осылай қойып шығамыз. 3, 4, 5, 6. Осылай шағып шығасыздар. Барлығын көрсетпей қойын, түсінікті деп ойлаймын. Енді достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, осы 6 штук жеткілікті деп ойладық. Енді осылай сырымызды алып, енді осыдан да аз қажет. Енді мен осылай алып алдым, ыңғайлы болу үшін. Енді ұсақтап осы нанымыздың бетіне осылай үкіштен өткізетін боламыз. Өздеріңізге енді қалай ыңғайлы қарайсыздар. Сыр ерігенше ғана пешімізде 180 градуста ұстайсыздар болды. Сонымен біздің таңғы асымыз дайын болады. Кереметтей оңай, жеңіл түрін ұсынып жатырмын. Сондықтан достар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіп, және жасап көріңіздер. Таңғы астың осындай ерекше түрі. Мүмкін дайындағанда жандар бар шығар. Дайындасаңыздар жаза кетіңіздер. Жасап көрген жандар болатын болса, таңғы ас сіздерге ұнады ма? Пікірлеріңізбен бөлісіп кетсеңіздер болады. Міне осылай үкіштің ұсақ жағынан өткізіп алып жатырмын. Неғұрлым сырларыңыз бетінде көп болатын болса, соғұрлым және таңғы астарыңызда өте керемет дәмді болып шығады. Міне мына жерге аздап тағы үкіштен өткізіп жіберейін. Міне түсінікті болсын деп осылай көрсетіп жатырмын. Міне, осы жеткілікті достар. Енді бізде осындай қалды. Осыны енді осылай қолымызбен, сіздерге енді қалай ыңғайлы өздеріңіз көресіздер. Осылай жазып жіберсеңіздер болады. Міне осылай, әсіресе балаларға болсын, үлкен кісілерге болсын, өте әдемі. Сырмен жасалған тағамдардың барлығы әдемі ғой өзі. Алдағы уақытта пиццаның бірнеше түрлерімен бөлісетін боламын. Оңай әрі тез дайындалатын. Сондықтан каналым пайдалы, тіркеліп қойсаңыздар болады. Міне достар, осылай енді пешімізге салып, сырымыз ерігенше ғана ұстаймыз. Тез әрі жылдам дайындалатын таңғы ас міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осындай әдемі болып тұр. Жақынырақ бір көрсетейін. Міне осындай болып тұр. Таңғы асымыз дайын болды. Енді осылай тәлкеге салып орналастырып алайық. Міне кереметтей сыры еріп әдем болып тұр ғой. Енді қазір дәмі сіздермен бірге көретін боламыз. Қараңыздар, өте керемет дайындалды. 10 минуттың ішінде дайын болды достар. Дәл осындай тез әрі жылдам дайындалатын таңғы асты үйдегі бар заттармен сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Достар, осылай енді дәмін көрейік, таңғы асымыздың қалай болғанын. Міне керемет қытырлақ әдемі сырын қараңыздар қалай болып тұрғанын. Міне тез әрі жылдам, майлы емес, әдемі дайындалған таңғы асымыз. Күтірлі керемет болған. Дәмі деген күшті достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте ерекше. Жасап көрген жандар болатын болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, каналға тіркеліп алыңыздар.